Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен пельмен бауырсақ дайындайтын боламыз. Алдымен маған қолдау ретінде каналға тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыра кетіңіз. Ал ендеше бастаймыз. Бізге алдымен жылы сүт және сондай көлемде жылы су, аз ғана бір шай қасық тұз, үстінен ерітілген маргарин пампушка қосамыз. Үстінен ұн қосып, жұмсақ етіп қамыр елейміз. Қамыр қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек. Мына қамырымызды елеп болдық. Осы қамырдан кішкентай 2 зуала шығады. Зуаламызды 2-ге бөліп, дайын болған қамырда жұқа етіп қамыр жаямыз. Қамыр өте жұқа болу керек, сонда әдемі шығады пельмен бауырсағымыз. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді осы қамырды міне көрсеңіздер болады, өте жұқа болды. Сіздер де жұқа қылып жайыңыздар. Кейін оқтауға орап, мындай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. 4 бұрышты кескенде үлкен де болмау керек, кішкентай да болмау керек. Орташа көлемде қамырды кесіп шығамыз. Ал енді арасына салмасы дайындау үшін бізге картоп керек болады. Ол картопты қайнатып, үстіне сары май салып, тұз, бұрыш салып, езіп шығамыз. Пиязды қоссаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Пиязды бірақ майда, кішкентай аз ғана майда қуырып алу керек, пиязды өлтіріп. Мен сары май салып араластырдым. Енді дайын болған салмамызды қамырға түйіп шығамыз. Шеттерін қатты жабыстырудың да қажеті жоқ. Ашылып кетпейді. Міне түйілген пельмен бауырсақтар дайын болды. Енді осыны қатты қыздырылмаған майға қуырып аламыз. Ескертемін, май қатты қызып кетпеу керек. Осылай сарғыш етіп қуырып аламыз. Осылай барлығын шетінен қуырып, сарғыш етіп қуырып аламыз. Осылай араластырып тұрыңыздар, сіздерде әйтпесе бір шеті ақ, бір шеті сарғыш болып қалады. Міне біздің пельмен бауырсағымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын, ал маған лайк басып, коммент қалдыра кетіңіз. Сау болыңыз.